Осыдан 6000 мен 12000 жыл бұрын өмір сүрген шумер өркениетінің шаманизм мен аспанға табыну дәстүрі түркілік тәңіршілдікпен үндес. Ғалым Аклёсовтың зерттеулері мен түркілердің шумермен генетикалық байланысын дәлелдеген. Шумерлер құдайды діңгір, ал аспан мен жұмақ құдайын Ану немесе діңгір ана деп атаған. Өздерін киізақ, кейінгір, кейінгерлі, сақ-көк, кейімегір, кісі деп атаған еркін, аспанмен байланысты халық және хандар деп атаған. Бұл атаулар Қыпшақ, Қаңлы, Қоңырат, Сумұрын, Көкмұрын этнонимдерімен үндес. Шумер сөзі шымыр, шоң жер, құнарлы және қасиетті жер, және жұма ұғымымен мағыналас. Құрсақ Нане таудың ханымы әрі құнарлықтың, нәрестелердің тәңірі Құрсақ ана, алтын құрсақ, кіндік шешемен тура болып тұр. Шумердің кейбір жер мен су атаулары қазақтықмен үйлесім табады. Мысалы, Арал, Қазалы, Кеңгір, Еділ, Ақсай және Тіл. Басқалары. Анунаки, яғни аспандықтар деп атаулары қазақтың ана жақтан, ананікі, көк түрік және мәңгілік мағыналармен сай болады. Қаланың орталығын шаңырақ деуде қазақтың шаңырағымен мағыналас болып тұр. Демек, қазақтағы жұмақ ананың табанының астында шумерлік Ану құдаймен мағыналас.